Фолий қышқылы. Фолий қышқылы организмде мына процестерге қатысады. Ең біріншіден нуклеин қышқылдарының алмасуын қамтамасыз етеді. Сонымен бөлек эмбрионалды даму кезінде организмдегі барлық мүшелердің дұрыс қалыптасуын, соның ішінде жүйке жүйесінің дұрыс қалыптасуын қамтамасыз етеді. Сонымен бөлек жасушаның бөлінуін және де эритроциттердің қалыптасуын қадағалайды. Фолий қышқылы жетіспеген жағдайда организмде мына симптомдар байқалады. Олар ішек-қарын аурулары, бас ауруы, депрессия, апатия, жыныстық дамудың төмендеуі, ерте климакс және жүкті әйелдердің түсік тастау жағдайлары. Олардан бөлек мына аурулар пайда болады. Олар синдром Шегнера, Крон ауруы, артрит және анемия. Қабылдау дозаларын айта кететін болсам, фолий қышқылын күндізгі уақытта тамақтан кейін қабылдап тұру қажет. Ересек адамдардың профилактикалық дозасы 200 микрограммды құраса, жүкті әйелдерде бұл 2 есе артады, яғни 400 микрограммнан 800 микрограмм аралығында қабылдап тұру қажет.